редакцияна беретін нұсқалық жасап көру керек. Иә. Өзім көре беремін. Балтайым. Қостыңыз ба? Иә, қостым. Онда пәрмен беріп көрейік. Білгір, сәлем. Сәлем. Тыңдап тұрмын. Істеді. Білгір, бүгін қай күн? Бүгін 2024 жылдың желтоқсан айының 7-ші күні. Қазақстан Республикасында халықаралық авиация күні. Білгір, сенің есімің кім және қай жерде туылдың? Менің есімім Білгір. Мен Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ғалымдар үйінде туылдым. Білгір, сенің қызметің қандай? Мен адамдардың сұрақтарына жауап беремін, және олардың жақын досындай ақыл кеңес беремін. Түсіндің ба? Біздің жылдар бойы, менің жылдар бойы жасаған еңбегім мақталды. Атым әлемге паш ететін болды. Бұл жасанды интеллект. Көресің, алда бұған үлкенді кішінің бәрі тәуелді болады. Түсін ба? Бәрі. Бірақ бұл роботты алдымен бір-екі отбасының үйіне қойып тексеруіміз қажет. Әкешім, сізден бастап түсіремін. Сонда камераны сізге берем де, мен түсіресіз. Жары кестік, бастық. Күшті шықты, мен де белгілеп қой. Сендер телефонды қоясыңдар ма, жоқ па? Сабақ оқымайсыңдар ма не сендер? Әкесінен бастап азаннан кешке дейін телефон. Не тәрбие беріп жатсың балаларға? Оқса ертеңгі сабақтарыңды. Анашым, ертең бізге демалыс екен. Қой өтірік айтпа. Шынымен апай солай айтты. Жақсылап демалып келіңдер деді ғой. Болды, онда қазір апайыңнан сұраймын звондап. Ойнап айтам, қазір оқимын. Ертең қайсысыңа демалыстағы айтыңдар. Бізге ертең қайын сабақтар. Жаттау жазбамызды апай аямайды. Жатта қазір сұрайым. Диана, сен қалай сабағың? Жақсы анашым, мен старстым ғой. Менен сұрамайды да, жоғарғы бағым қойып бере береді. Онда апайың айту керек болды сенің. Апайы Дианадан сабақ сұра. Бұл қалай старысты болып жүр екен деп. Жарайды анашым, ойымдамаңыз бәрін оқып жаттап барам. Қазір бір видео көре салайын, сосын кірсем. Қапыналардың видеоларына, я? Сендер мына TikTok, Instagramнан өспейсіңдер. Instagram, TikTokта бастарың неге қалмайды сендердің? Бар бөлмелеріңе сабағыңды оқа. Не деген адам бұлар, а? Дастарханға шай дайын. Келіңдер. Қатырдыңыз ғой? Тура тойға шақыруға жіберсі ғой? Таппайтын жоқ анашым. Осылай шақырмаса келетін түрлерің жоқ қой. Не істедіңдер бөлмелеріңде? Сабақ оқырмыз. Телефонда ма? Әкелерің қайда? Оған не? Ерекше приглашение керек па? Ерсұлтан бар, шақырып ал кеш.
Анашым маған сабаққа көмектесіңізші. Есептерім қиын екен. Жарайды, бірге шығарамыз. Баура, сен сабағың қалай? Бүгін бізге шығарма жазып келдіңдер де, соған не жазсам деп ойланып отырмын. Сен сабақ жақсы оқушы едің ғой. Солда сөз болды ма саған? Қандай тақырып? Менің отбасым деген. Әке, кеншім, шеберіндер мен сіздет. Неге? Не істеп отыр? Прямой эфирде отыр екен. Барлықтарын әкелерімен қосып телефондасыңдар. Осыны қысқарту керек. Қазір сабақтарын тексерем. Балалар, мен келгенше мына есепті шығарып қойыңдар. Келген соң тексеремін. Түсінікті ма? Иә! Марғұлан, өзің шығар. Айтпесе достарыңнан көмек сұра. Бұл не масқара? А? Диана, Айзере, не істеп тұрсыңдар мұнда? Марғұлан өзі шығарсын. Апай, өз шығарып қойған, біз жаңа салыстырып жатырмыз. Барлығы тура біздікіндей шығыпты. Иә. Қас тексереміз. Марғұлан, дәптеріңді әкелші. Әли, Ерсұлтан, неғып сендер сыныппен бірге жүрмейсіңдер? Ана жерде біздің балалар басқа сыныппен футбол ойнап жүр ғой. Шо ойнағымыз келмеді? Өзіміз команда құрмасақ, бізді қосқылар келмейді. Неғып бөледі сендерді олай? Апайға айтып берейін ба? Бір күні бәрі бізден жалынып келеді. Біздің қандай мықты екенімізді білмей жүр ғой олар. Қалай түсіресің? Маған да үйретші. Ой, тиктокқа түсіру дан қиындығы жоқ қой. Ямасам болды. Иә. Саламатсыңдар ма? Сәлеметсіз бе, апай? Альбина, інілерің сабақтары қалай? Жақсы, апай. Не болып қалды? Белсенділіктерін арттыру керек сияқты. Сосын бір байқағаным, сыныптастары оларды шеттетіп жүр. Сен осы жайлы бауырларыңмен сөйлес, жарай ма? Жарайды, апай. Рахмет сізге. Айтпақшы, тағы бүгін сабақтан кейін кетіп қалмаңдар. Бауырларыңды жинап қой. Бүгін ғалымдардың үйіне барамыз, жарай ма? Жақсы. Егер сенің жасың 7 мен 16 жас аралығында болса, және сен танымал актер болуды армандасаң, біз сенің арманыңды орындаймыз. Қазақстанның танымал актерлармен бірге бір киноға түсесің. Ол үшін сенің атанаң төмендегі номерге хабарлассын. Казпродакшн киностудиясы сенің арманыңды орындауға дайын. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Көрдіңіздер. Қош келдіңіздер, оқушылар құрметті. Сіздердің алдарыңызда жылдар бойы жасалған менің еңбегім. Біздің еңбек. Жасанды интеллект білгір. Өте ақылды, саналы. Барлық сұрақтарыңызға жауап бере алады. Сұрақ қойсаңыздар болады. Сәлем білгір. Абай атамыз қай жылы туылған? Абай Құнанбайұлы 1845 жылдың 10 тамызында дүниеге келді.
Сәлем Білгір. Я тыңдап тұрмын. 45-ті 58-ге көбейтсе қанша болады? 2610. Көрдіңіздер ғой, қандай ақылды, қандай білімді, қандай... Бұны үйлеріңізге апарып орнатсаңыздар болады. Орнатуларыңыз керек. Өйткені, неге дейсіздер ма? Неге деш? Өйткені, бұлар сіздердің достарыңыз, сіздердің көмекшілеріңіз болады. А бұны қайдан аламыз? Бұл жоқ қой, таба алмаймыз ғой деп айтсаңыздар, мен сіздерге жауап бере аламын. Менің визиткам. Ала ғой. Ала ғой. Хабарласыңыздар, орнатып береміз. Рахмет, шапалақ, шапалақ. Жақсы, рахмет сізге. Ал балалар, ары қарай аралайық. Жүріңдер. Иә. Сау болыңыз. Бір бауырлар боп, мына кісілер абысындар боп, басы қосып біраз бопты ғой, Иә, бала шағамыз бізге қарағанда жиі кездесіп тұрады. Бір мектепте, бір класста оқыған қандай жақсы болды, Абысын тату болса аз көп дейді ғой. Бір абысын болып, арасында хабарласып тұруды да қойдық қой. Ертең Айдостың туған күні, өтіңдер үйге. Иә, Жанар, біздесіңдер сағынып қалыппыз. Әрине барамыз. Айтпақшы, балалардың сабағы қалай? Балалар жақсы, тек телефоннан бас көтермейді. Алып қойсаң ренжиді. Ой, бізде де сол проблема. Әкесінен бастап барлығы телефонда. Ертең біздің әкеміздің сендердің көкелердің туған күні ұмытпадыңдар ма? Жоқ, ұмытпадық. Қандай сыйлық жасасақ болады? Менде күшті идея бар. О, қандай идея? Мен сурет салып берем әкеме. Жарайды, онда Марғұлан сурет салып береді. Қалғандарымыз бәріміз өзіміз өлең шығарып келеміз. Мен сурет салып берем онда? Онда мен өзім өлең шығарып соны жатқа айтып берем. Тіпті күшті болады. Онда давайте бәріміз өзіміз шығарып келеміз. Ал егер өлең шығармасақ ше? Қолынан келгенше шығар енді. Зато қызық болады. Менің салған суретімді көрмепсің. Бұл әлемге келмепсің. Ал, бүгін менің де туылған күнім. Өйткені менің ұл қыздарымның әкесіндей болып кеткен, менің Айдос інімнің туылған күні құтты болсын. Айдос, туған күнің құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Біз енді тілегімізді кейінірек айтар жатармыз. Қазір балаларымыздың дайындаған тосын сыйы бар. Соны қабыл ал. Ал, балалар. Әкешім, бүгін сіздің туған күніңізге арнап, барлық балаларыңыз өздері өлең шығарып келді. Қабыл алыңыз. О, бәрекелді. Өздері шығарып дейсің ба? Я, мен бастасам бола ма? Әкешім, мен Асқар тауым алыбым. Қараңғыда жарық болған жарығым. Анамызбен бақытты өмір сүріңіз. Барлығының әкелері мықты болсын. Туған күніңіз құтты болсын, көкешім. Әлі талай биіктерге жетесің. 100 жасаңыз апамызбен мәңгілік, армандарыңа қиналмай-ақ жетесің. Андырдың сен. Мына өлең деген мотивационны ғой нағыз. Әкем менің алыптау, анам менің бақшабу. Туған күніңіз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, әкетай. Көке, мен сізді Меккеге апарамын, көке. Әкешім менің әкешім, туған күніңіз құтты болсын. Әкешім менің әкешім, анамызбен 100 жасаңыз мәңгілік. Не деген ұйқас десеңші, үйрену керек қой бұл кісіден. Жақсы дайындалыпсыңдар. Рахмет балаларым, алтындарым. Ал, біздің кішкентайларымыз не дайындады екен? Біз Марғұлан екеуміз сіздің туғаныңызға арнап сурет салып келдік. Әдемі салыпты. Өздерің салдыңдар ма? Иә, өзіміз салдық. Көке, туған күніңізден сізге өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін.
Сүретпен бірге мен де өлең шығардым. Әке менің супермен, бақты қақты өсірді, мәпеледі. Ақшасы көп миллионер, не сұрасаң барлығын әпереді. Ай, палуан. Мына өлең төресі болды, жарайсың. Жалпы, мен туған күніме күшті дайындалыпсыңдар. Рахмет. Осындай балаларды асырап отқан, бізден асқан бақытты жан жоқ шығар. Осыдан кейін балалар не сұраса да алып беруге дайынмын ғой. Шынымен бе, әке? Әрине. Бүгін апай бізді күшті жерге апарды. О жерде робот бар екен, аты Білгір. Соны алайықшы. Робот несі құрсын? Тура Алиса сияқты сұрақ қойсан жауап береді. Біздің Қазақстанда жасалған екен. Сендерді онсыз да телефоннан ажыратамай жатырмыз ғой, оны әкелсек не болады сосын? Жоқ анашым, ол қайта біздің сабақты жақсы оқуымызға көмектеседі. Керемет зат сияқты ғой, Ол жайлы қаяқтан білсек болады? Бізге номерін берген еді. Үйімізге келіп, өздері қойып береді. Номерін бер. Есімі Білгір. Барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Болашақта барлық үйде болады. Қазақтың алғаш новшысы болады. Бұны қалай тексерсек болады? Оп-оңай. Білгір, сәлем десең болды, жауап бере береді. Қойш. Білгір, сәлем. Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Мынауын керемет қой, Білгір, қазір біз қай жерде тұрмыз? Біз қазір Алматы қаласы Ниетқалиев көшесі 163 үйде. Дәлірек айтсақ, Көшербаев Айдос, Көшербаева Жанар ханымның үйіндеміз. Бүгін Айдос мырзаның туылған күні. Құттықтаймын. Айдос мырзаның ұл қыздары Альбина, Диана, Әли, Марулан. Мынау таза шпион ғой мынау. Бүкіл мәліметті айтып тұр ғой. Иә, бұл сондай құрылғы. Сіздерді құттықтағым келеді. Сіздер алғаш боп көріп жатқан жансыздар. Бізде негізі осындайдың екі құрылғысы бар. Оларды екі үйге бір айдан қойып қойымыз керек. Тексеру керек. Мынау құрылғыға бәріміздің есіміз шығып, балашаға біз балашағаны ұмытып кететін шығармыз құрсын. Не мынау? Білмеймін, что-то опасный ол сияқты мынауың бар. Сосын көрейікші өзіміз. Керек емес пока. Иә. Әкешім, алып қалайықшы. Әке, біздің үйге де керек, алайықшы өтініш. Осы бар ғой, Білгір үйімізге келіп, бәріміз ізденуден қалып, топас болып кетпейміз ба? Жоқ, керісінше күшті болады. Үй тапсырмасын бірге орындаймыз. Бұның мынандай функциясы бар. Балалардың ұялы телефон қосып, қашықтықтан жауап ала бересіздер. Мә, онда тіпті күшті екен ғой. Әкешім, алайықшы. Жоқ, қызым. Бұл созақта әп-әдемі өмір сүріп жүр ғой, керек емес бұл. Әрине. Негізі сіздер ең алғашқы боп тексеріп жатсыздар. Құттықтаймын. Осыған орай, сіздер егер алсаңыздар, біз сіздерге ақшалай сыйақы береміз. Орнатса қанша бересіздер? Әрбір отбасыға 10 миллион теңгеден. Болды, онда біз аламыз. Қой, үйді таныстырайық, Тоқтаңдар, біз аламыз оны. Көрсек көрек ештеңесі жоқ қой. Бұл жерде ақша емес әңгіме, шынымды айтайын. Білгір, шынымен Білгір сияқты ғой, Бір айдан кейін көреміз. Егер іске жарап жатса, сатып аласыздар. Қазірге сатылымда жоқ. Ал, Білгір, иеліктеріңізге жарасын. Енді жақсы болды ғой. Енді анашымды әуре қылмай сабақты Білгірмен бірге орындаймыз. Түсіндіңіздер ғой, приложение жазып алсаңыздар болады. Немесе Білгірдің номерін терсеңіздер, сіздерге жауап беріп тұрады. Ал, сәттілік, дос болуларыңызға үміттенемін. Әлгі анау ақша мәселесі қалай болады екен? Мінекей,
Бұнда тек жартысын бір ай өткеннен кейін береміз. Жарайды, бір ай деген не ол өтеді де шығады. Ал егер білгірді өшіріп қойсақ болады? Егер білгірді өшірсеңіздер, біз базадан тексеріп отырамыз. Ол сіздер келісім шартты бұзды деген мағына береді. Ақшаны қайтару керек боласыздар. Ой, өшпейді, уайымдамаңыз. Әкешім, келіскеніңізге рахмет. Енді біздің де үйімізде достарымыз болады. Сізді қатты жақсы көремін, әкетайым. Жанымсың. Ал, біз кеттік. Білгірмен жақсылап дос болуларыңызды тілеймін. Сау болыңыздар. Иә, істеріңізге жарасын, Білгір. Сәлем, Білгір. Мен есім Альбина. Ерте тұру үшін не істеу керек? Альбина, сізге сабақтардың бәрін ерте орындап, ерте ұйықтау керек. Сәлем, Білгір. Тыңдап тұрмын, Али. Мектепте менің досымыз. Көбейту үшін не істеуім керек? Али, бүгіннен бастап мен сенің досыңмын. Сабағыңды жақсы оқуға көмектесемін. Сабақты жақсы оқысаң, болашақта достарың көп болады. Сәлем, Білгір. Маған ағылшынша үйрете аласың ба? Әрине үйретемін. Егер тапсырмаларымды бұлжытпай орындасаң, тез арада үйренесің. Жақсы болды ғой? Енді курсқа бармай үйде үйренетін болдым ғой. Білгір, анам орнына өлең шығарып бересің бе? Диана, дәптеріңе жазып ал да анаңа оқып бер. Анашым менің анашым, біз үшін сен данасың, ақ сүт беріп өсірген, біздерге әркез панасың, барлығы қарсы болса да, қолдайтын сен ғанасың. Рахмет, Білгір. Білгірдің үйге келгені қандай жақсы болды, иә? Сен ақшалы болып қалдың, балаларға дос, ұстаз табылды. Күшті болды. Білгір, прием. Білгір тыңдап тұр. Білгір, біз Марғұлан екеуміз ойнамыз келіп тұр. Қандай ойындар қызық болады? Жарайды, ойнайық. Ойынның аты тығылмашақ. Сендер тығыласыңдар, телефондарыңды өшіресіңдер. Үйдегілер сендерді іздейді. Сағат нешеде қосуымыз керек телефонымызды? Сағат 18:00-де үйге барған соң қосасыңдар. Келістік. Кеттік күшті болды ғой. Апай, сізге көмектесейін? Ой, Альбинажан, алтыным, өркенің өссін. Альбинажан, сен не істеп жүрсің? Сабағым аяғында бітті ғой. Інілерін күтіп жүрген ғой, бірге қайтамыз деп. Сенің інілеріңді де көрдім. Бәрі тыныш па? Сендердің ұялы телефон ұстап алып не істеп жүрсіңдер? Иә. Адамдарға жақсылық жасаймыз деп жүрміз ғой. Бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Шын ба? Иә. Қазір сендер көшеден көлікті тоқтатып, үйге апарып тастауын сұрайсыңдар. Тапсырма екенін ешкімге айтпаңдар. Айтпаймыз, Білгір, ойындама. Қайда барасыңдар, балалар? Ақан сені 166-ға апара аласыз ба? Отырыңдар.
Не болды мыналарға? Диана, неге бірге мектептен қайтпайсыңдар сендер? Негізі олар менен ерте шығып кеткен. Барғанда бірге барып едіңдер? Иә, бірге бардық. Сосын қайтарда таппадым, өзім қайтып кеттім. Альбина, неге көтермейсіңдер сендер телефонды? Уайымда біттік қой мына жақтан, тыныштық па? Я, анашым, бәрі жақсы. Мен келіп қалдым үйге. Інілері қайда сұрашы жаңағы? Неге телефондары өшірулі? Оны білмедім. Тез кел. Бол тез. Ой, білмай, бейған болар. Сендер неге бөтен көлікке мінесіңдер? Ол ойнайтын нәрсе емес. Енді қайталанса, менен жақсылық күтпеңдер, ұқтыңдар ма? Сендерге қанша рет айтамыз бөтен көлікке отырмаңдар деп. Бір жерге алып кетсе қайтеміз? Қайдан табамыз сендерді? Жоқ, сабақтан шығып аямыз талып кеткеннен бірақ айттық, апарып тастаңызшы деп. Иә, ағай да жақсы адам екен, бірден келісті. Ол аға да айтты, енді танымайтын адам көлігіне отпаңдар деп. Қайта жақсы адам кездесіпті. Мұна тұрған жерден көлікпен келген несі? Балалар, соңғы мәрте ескертем. Енді қайталанбасын. Ұқтыңдар ма? Ұқтыңдар ма деймін? Иә. Бар, бөлмелеріне. Қайда жүрсіңдер сендер? Неге көтермейсіңдер телефонда? Қайдан таптың? Гаражда тығылып отыр екеуі. Сендер не істеп жүрсіңдер? Адам сонша уайымдатып, кішкентай бала емессіңдер ғой? Заты қызық болды. Иә, қызық болды. Бұл пранк қой сіздерге. Жай ма? Қандай пранк? Альбина қызым, саған үйдің үлкені деп сеніп жүрік. Сұраймыз, білмеймін деп адам сонша уайымдаттың. Енді қайталамаңдар, түсінікті ма? Бар киімдеріңді ауыстыр. Сендерге не болған? Айтсаңдаршы, біз де білейік. Тапсырма орындамаған адам оны білмейді. Тапсырма? Қандай? Вообще кімнен? Сен де бізден бірге жүр. Бірге орындаймыз, қызық болады. Бірақ оны ешкімге айтпауың керек. Жақсы, айтпаймын. Балғар, тезірек тапсырма берсе бар еді. Айтпа, ішіміз пісіп кетіп қалар осы. Тапсырма берілген соң жан-жаққа шашыра алмай, бірге жүрек түсіндер ме? Туф, мен де ойнасам екен. Ішіміз келді. Әлі 2 күн бар екен ғой. Тура мен ойнаған кезде істеді ғой бір. Ілгер, саған ренжідім. Тым ұзақ күттірдің адамды. Так, балалар, мынау не тұрыс? Сабақтарың қайда? Қазір кіреміз, апай. Альбина, мына бауырлардың сабақтары жақсы, е? Бірақ мектеп өмірінде белсенді болуды қойдыңдар ғой сендер? Не болды? Бәрі жақсы, апай. Өзім қадағалап жүрмін. Енді бәрі белсенді болады. Өзге балалармен неге араласпайсыңдар? Қашан көрсем де өздерімен өздерің жүресіңдер үнемі.
балалар өздері жақтыртпайды бізді. Неге жақтырмайды? Сабақта тым жақсы оқып кеттіңдер деп жақтыртпайды. Біз бетекші, ертеңге маған мектепке ата-аналарын шақырыңдар. Соңғы кезде сендер өзгерушісіңдер мықты. Жүріңдер бәрін, жүр. Балалардың сабақ үлгерімдері едәуір түзелді. Бірақ сыныптағы оқушылармен мүлде сөйлесіп дос болуды қойды. Не болып жүр өзі? Білмедік о. Сабаққа дайындалып кетеді. Сұрасаң бәрі жақсы дейді. Үйде не өзгеріс болды? Ешқандай, сол үй ешқайда көшкен жоқпыз. Жалпы былай үйде бір-бірлерімен араласулары, сөйлесулері жақсы ма? Бізге бәрі дұрыс сияқты. Енді арасында телефоннан бас көтермейтіні бар енді. Вот, мәселе осыда болып тұр. Сіздер жалпы олардың қайда кіріп шыққандарын қадағалап отырсыздар ма? Енді бақылаймыз қолдан келгенше. Әлгі жасанды интеллект деген бар ғой. Сонымен сөйлесіп тұрады. Ол не нәрсе? Анау Алиса бар ғой, соның қазақша нұсқасы. Өткенде мектептен лабораторияға апарған кезде көрсеткен дүние үшін. Оны барып көргендер мақтап келіп жатыр ғой. Бірақ білмедім, бір шара қолданбасаңыздар болмайын деп тұр. Жарайды, сіз уайымдамаңыз, сізге рахмет осылай алаңдап жатқаныңызға. Біз енді тырысамыз. Балалардан болашақташ Қаныш Сәтбаев көкелері сияқты ғалым шығаруымыз керек. Қараш, не деген ерлік мына кісінікі. Сен бірінші сол Қаныш Сәтбаевтың әкесі сияқты Имантайдай болшы, мақұл? Сол Имантайдай боламыз деп жүрміз ғой сол. Бүгін мектепке бардым, завучпен сөйлестік. Не деп жатыр? Сабағы жақсы деп мақтаған шығар? Балалардың сабағы жақсы, бірақ белсенділіктері төмен түсіп кеткен. Сол сабағы жақсы болса болды емес па? Соларда қызық екен. Сөздің қысқасы ана білгірді құрту керек. Зиян тигізіп жатыр. Тәртіптері нашарлап кеткен. Өздері ізденуді қойды осы күнде. Құртқан несі? Бір ай шыдашы хотя бы. Сенің уайымың сол ақшаны қайтарып бермеу да. Мен балаларды уайымдап тұрмын. Бір апта шыдашы хотя бы. Сол жарты ақшасын алып алайықшы. Сосын көзін құртамыз білгірді. Жарай ма? Құдай-ай, қайдағын айтпаш. Бұл ойнайтын нәрсе емес. Білем. Бір апта шыдайықшы. Жарты ақшасын аламыз. Бұл жоқ. Ұйықтайық болды да. Сәлем. Бүгін қызық ойын болады. Тапсырма алуға дайынсыңдар ма? Иә, біз дайынбыз. Келісіп алайық. Тапсырманы ешкім білмеуі қажет. Келістік пе? Жарайды, келістік. Бүгін сағат 17:00-де орманға бару керексіңдер. Ол жерге жаяу бару керексіңдер. Келесі тапсырма сол жерде беріледі. Тезірек жүрейік. Беске дейін үлгеруіміз керек қой. Жарайсыңдар. Келесі тапсырманы орындау барысында бір-біріңмен сөйлесуге, телефонға жауап беруге тыйым салынады. Кімде-кім шартты бұзса, ойыннан шығарылады. Келістік пе? Иә, келістік. Келесі тапсырма қандай болады? Сендерді бақылауда ұстаймын. Мен бәрін көріп тұрамын. Осы маңда бір құты жасырылған. Соны табуларың керек. Ішінде келесі тапсырма бар. Сәттілік. Не болған мыналарға? Жазсам жауап бермейді, звондасам көтермейді. Қамбарға звондап көрші, солардың үйінде жүрген шығар.
Тез звондай, Майраш, қалайсыңдар? Біздің балаларға звондасақ көтермейді, жазсам жауап бермейді. Сендер жақта емес па? Жарайды. Айтшы аналарға, тез бәріміз бірге шығып іздейік. Болмайды мынау. Жайдан жай болып жатқан жоқ мынау. Чүр, сен де киінші, болшы. Киіміңді ал тез. Сендерге ешкім хабарласпады ма? Жоқ, хабарласпады. Айттым саған, балалармен сөйлес дедім. Бір түрлі болып жүр ғой, соңғы кездерде пысқырғанда жоқсың. Құдайым ау, балапандарымыз аман болсыншы. Білгірден сұрайық, Көш соларын. Мен білмеймін дейді. Өмір бұлай жауап бермейтін еді оны. Ондай болса былай істейік. Телефондардың қай жерде тұрғанын тауып алайық та, уақыт өлтірмеш. Сен, пожалуйста, гараж жақтарды көш. Екеуі мектеп жақты көрдіңдер. Мен РУВД-ға кеттім, телефондарын қосылулы болсын. Тез. Балалар, қайтасыңдар, мен жаққа келіңдер, бір-бірінен алыстамаңдар. Марғұлан, Али, қайдасыңдар? Мұнда бір кісілер жүр, абай алып жүріңдерші. Ерсұлтан, есіңді жеші, бар жоғалып кетті. Ерсұлтан, қайда кетті? Білгір, мен ойыннан шықтым. Білгір, біз ойнамаймыз. Тоқтат ойынды. Бар жаққа кетті, жоғалып кетті. Білгір, мен ойыннан шықтым. Білгір, біз ойнамаймыз. Тоқтат ойынды. Бар жаққа кетті. Қайтар бәрін. Анашым, тез келіңдерші. Мұнда адасып кеттік. Ешкім мені тыңдамай жатыр. Бәрі осында. Альбина, сен ойыннан шықтың. Ескерту, Альбина ойыннан шықты. Ешкім оны тыңдамасын. Диана келе ғой. Тоңып қалған шығарсыңдар, не істеп жүрсіңдер өзі? Адамды уайымдап қалғандар қайда? Қалған шығарсыңдар, Ерсұлтан, қайда жүрсіңдер? Неге қарындастарыңа қарамайсың? Не болған сендерге? Сөйлемейсің ба? Сендерге біз сеніп жүр ғой, үлкен болды деп. Не істеп жүрсіңдер сендер?
Қашан айтам мен сендерге? Қандай жағдай болмасын өшірме телефонды көтеріңдер деп. Неге сонша қинадыңдар бізді алтындарым? Кімнің айтқанымен жүрдіңдер айдалада? Кім жұмсады сендерді ол жаққа? Білгір. Айттым мен саған, көзін құртшы мынаның деп. Құртты ғой мыналардың психологиясын улап. Сонда осы ма бәрін істетіп жүрген? Ей, Айдос, сабыр. 5 миллион ше, 5 миллион. Сонда сол білгір мына ата-аналарыңнан артық болып тұр ма? Біздің бағып қаққанымыз қайда? Мәселе бұл жерде ақша емес. Біреудің затын бет алды пайдалану деген жоқ қой. Неге мынау істеп жүргендерің? Қамбар, звондашы мына, кім әкелді мынау? Білгірдің нөмірін, одан кейін сонымен байланысатын жердің барлығын өшіріңдер, мен тексерем қазір. Қазір. Айналайын, рахмет мыналарыңа. Бала шағамыздан айырылыққа жазадық қой. Не болып қалды? Тыныштық па? Алшы. Шетімізден шындығып бітті ғой мынау. Басында әпешіптер жұмыс істеп тұрған еді. Одан кейін бір тапсырма беріп, ит қылып жіберді ғой кәдімгідей. Мә, ақшамды ал, мә. Бала шағамызға бір нәрсе болған кезде бастарыңмен жауап беретін енді. Міне, ақшаларын сау болыңдар, давай. Бұның бұндай функциясы шығады ғой. Бұл жаңалық болды ғой тегі. Ондай жаңалықтарында бар ғой, Япония баяғыда істеп шығарған. Олай өнер тапқыш болмай қойыңдаршы, айналайындар. Ештеңе шығармасандар да риза болатын еді. Тып-тыныш өмір сүрейікші. Қайқайындар, давай. Жақсы. Сау болыңыздар. Мынауында ауру ма, бір нәрсе ғой? Ауышып қалған мұны. Кет, чай ішейік. Балалар, енді бір-бірімізді тыңдамай кетпекші. Осылай ұйымшыл болып жүрейік. Альбина, кешірші, мен сен алдында тыңдамай қойғаныма. Енді қайталанбайды. Мен енді ойнап бастағанда неге бітіп қалды? Біткен дұрыс болды. Зато енді телефонмен емес, бір-бірімізбен ойнаймыз. Бірақ қызық болды, иә? Ата-анамызда ұрыс естігеніміз қызық па саған? Бір-бірімізді жоғалтып алып жазадық қой. Болды, білгірді ұмытайық. Осылай күшті болып жүрейік. Мектептің мақтанышы болуымыз керек. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер. Роботқа тапсырыс бердіңіз ба? Иә. Қош келдіңіздер, жүріңіздер. Робот аламыз ба, балам? Сәлем Марғұлан. Ойын ойнаймыз ба? Сәлем достар. Кас Продакшнның кастингіне келіңіздер. Бізбен бірге үлкен киноға түсіңіз. Өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар.